Ұсқынсыз үйрек. Ертеде жаздың ыстық күндерінің бірінде ана үйрек көл жағасында ағаш астында ыңғайлы ұя салды. Ол ұясында 5 жұмыртқа қойды. Бірақ жұмыртқаларының біреуі басқаларынан өзгеше еді. Ана үйрек таң қалып қарады. Бір күні балапандары жұмыртқаларын бірінен соң бірі жарып шығады. Өзгеше жұмыртқа болса, жарып шықпайды. Неге 5-ші жұмыртқа жарып шықпай жатыр деп уайымдайды ана үйрек. Үйрек жұмыртқаның үстіне отырып, оған барынша жылулық бере бастайды. Міне, жақсы күндердің бірінде 5-ші жұмыртқа жарып шығады. Оның ішінен ұсқынсыздау сұр балапан шығады. Ол басқа бауырларына мүлдем ұқсамайтын еді. Неге бұл басқаларына ұқсамайды? Бір нұқсаны болса керек деп ойлайды ана үйрек. Ол күндер өтіп басқа балапандарына ұқсап кетуіне сенеді. Күндер өте береді, бірақ балапан ұсқынсыз болып қала береді. Басқа балапандар оның үстінен күлетін, онымен бірге ойнамайтын еді. Ұсқынсыз балапан оған қатты ренжитін, су жанына келіп өзінің түрін көреді. Мен ешкімге ұнамаймын, ұсқынсызбын деп алысқа қашып кетеді. Алыс орманның ішіне кіріп кете береді. Қыс келеді, қар жауады. Ұсқынсыз үйрек суықтан қатты жаурайды. Жататын баспана да, жейтін тамақ та жоқ. Орманда басқа үйректерді жолықтырады, бірақ олар оны ұсқынсыз екенін көріп қабылдамайды. Жол жүріп, тауықтарға жолығып, солармен жасамақ болады. Бірақ тауықтың балапандары оны шұқып тастайды. Ұсқынсыз үйрек қашып кетеді. Жол жүріп келе жатып, алдынан диқаншы жолығады. Диқаншы оны үйіне алып келеді. Ол жерде оған мысық күн бермей қояды. Ұсқынсыз үйрек ол үйден де кетіп қалады. Көктем келеді. Барлық жерге жасыл шөп шығып, гүлдер ашылады. Айналып жүріп, бір көлге келеді. Ол көлді көріп қатты қуанады. Жақындап келіп суда жүзіп жүрген бір аққуды көреді. Оны ұнатып қалады. Бірақ ол ұсқынсыз екені есіне түсіп, бас иеді. Бас иіп суда өзіні көріп таң қалды. Ол басқа ұсқынсыз емес еді. Ол әдемі аққуға айналған. Өзінің неге басқа балапандарға ұқсамайтынын түсінді. Себебі олар үйрек, ал ол болса аққу еді.